Сәлеметсіңдер ме балалар, менің есімім Байтасова Олжан. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз пісірілген қосылыстардың көрінісі және олардың белгіленуі деп аталады. Сабақтың мақсаты біріктіру түрлерімен және олардың атаулары, қолданылатын орындарымен таныстыру, сызбада біріктірулерді ажырата білуге үйрету, оқушылардың қабылдау, елестету, бақылау, талдау қабілеттерін дамыту. Қозғалмайтын байланыстарды техникада қосылыстар деп атайды. Бізде қосылыстар екі түрге бөлінеді. Олар ажырайтын қосылыстар және ажырамайтын қосылыстар. Ажырамайтын қосылыс деп бөлшектерді бұзусыз ажыратуға келмейтіндей етіп, біржола қосуды айтады. Ал ажырайтын қосылыстар деп бүтінді құрастырып тұрған, тетіктерін бүлдірмей ажыратуға болатын қосылыстарды айтады. Оған төмендегідей қосылыстар жатады: бұрандамалық қосылыс, бұрама сұқпалы қосылыс, бұрамалық қосылыс және түтіктік қосылыс. Пісіріп біріктіру. Қазіргі уақытта ажырамайтын қосылыстардың ішіндегі негізгісі бөлшектерді өзара пісіріп, балқытып біріктіру болып табылады. Пісіріп біріктірудің көптеген түрлері мен оларды орындау әдістері бар. Олардың ішіндегі кең тарағандары электр доғалы және газбен пісірулер. Пісірілген қосылыстардың артықшылығы олардың әртүрлі міндеттердегі құрылымдарда кең қолданысқа ие болуына мүмкіндік туғызады. Ажырамайтын біріктірулер түрлеріне тойтарып біріктіру, пісірмелі біріктіру, тігу арқылы біріктіру, дәнекерлеу, балқытып пісіру және қысыммен пісіру жатады. Бізде пісірудің екі тәсілі арқылы алсақ болады екен. Олар қысым арқылы және балқыту арқылы. Қысыммен алудың өзінде бірнеше тәсілі бар. Олар көрікті және де контактілі электрлі пісіру, газ престі және ультрадыбысты. Ал балқытумен бізде электродоғалы, электр шлакты, газбен және де термитті. Пісіру түрлері. Тетік бөлшектерді қолдан пісіруге, автоматты түрде және жартылай автоматты түрде пісіруге болады. Оларды R, A және P әріптерімен белгілейді. Бөлшектерді пісіріп, біріктіру қырларын жонып алдын ала дайындауға болады. Осыған байланысты жапсарларды жиектер жонылмаған, бір жиегі жонылған, екі жиегі жонылған деп атайды. Бізде пісіру тәсілінің өзі үш тәсілі бар. Олар термиялық, термомеханикалық және механикалық. Термиялық тәсіл дегеніміз оған доғалы, газбен, электронды, плазмалы, электронды сәулелі, лазерлі, термиттік және жарықтық түрлері арқылы қолдануға болады екен. Ал термомеханикалық тәсілде түйіспелілік, диффузиялық, жоғары жиілікті және ұсталық тәсілмен қолдануға болады екен. Ал механикалық тәсілде бізде суықтай, ультрадыбысты, магниттік, импульстік, үйлеспелік және жарылыспен пісіру арқылы қолдансақ болады екен. Ал біз келесі сұрақтарға келетін болсақ, тетік бөлшектерді дәнекерлеп желімдеу арқылы біріктірулерге мысалдар келтіріңдер. Ажырамайтын қосылыстардың қандай түрлерін білесіңдер? Пісіріп біріктіру мен дәнекерлеудің айырмашылығы неде? Біріктірілген бөлшектердің өзара орналасуларына қарай пісіріп біріктіруді қандай түрлерге бөледі? Желімдеп біріктіруді ажырамайтын қосылысқа жатқызуға бола ма?